өзімнің ауламда ғой, тек қана үлкен емес менде, кішкентай ғана. Соны бақшам өспейді, қатты қиналып кеттім да, не істеуге болады деп жүрген кезде осы гумат туралы әңгіме болды. Сонан бұл кісіден алдым мен, Бақтиярдан жаңағы 10 литрін алдым. Сол кезде 7 мыңға. Сөйтіп, мен бірақ кеш қалдым. Июльде алдым да, енді ананы өзінің правиласы бойынша қимайын ба, бақшам деген жайнап кетті ғой. Бірақ мен кеш қалдым, просто кеш бердім да, енді июльде бердім. Енді биыл кеше жақында алдым, кімнің, Бақтиярдың өзінен тағы 10 литр алдым, 12 мыңға. Тағы да құйып тастадым енді. Алла берсе тағы да алам енді, бақша алдымызға қарай енді майға таман бақша отырғызамыз. Сол кезде алам деп ойлаймын. Өте керемет, мынау деген табиғи өнім алыңыздар, ешқандай өкінбейсіңдер деп ойлаймын мен. Қайғалада хабарласып берсіз, қайғала. Мен Алматыдан.